Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Динара. Бүгін сіздерге өте нәзік, қытырлақ, тәтті хворостың рецептімен бөлісетін боламын. Хворост өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оны қалай әдемі формада, қалай жасалынатынын, қалай жұмсақ болып пісірілуін құпияларымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа жұмыртқа, қант, шым-шым тұз салып, венчикпен жақсылап араластырып, оның үстіне жылы сүт және ерітілген сары май құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Соңында ұн қосып, қамырды дайындаймыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Оның үстіне пакетикпен және орамалмен жауып қойып, жарты сағатқа бөлме температурасына қоямыз. Бізде жарты сағатымыз өтті. Қараңыздаршы, саусақпен басқан кезде өте жұмсақ болып шықты. Ал кеттік, енді хворостымызды жасауға кірісеміз. Қамырымызды 2-ге немесе 3-ке бөліп аламыз. Мен 3-ке бөлдім, себебі қазір 3 түрлі формадағы хворостты көрсетемін. Қамырымызды видеодағыдай жұқа жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін видеодағыдай ұзынша кесеміз. Бізге таяқша керек болады. Шпажка немесе сушидің таяқшасы, немесе вилка, қасықтың ұзынша жері қажет. Менде сушидің таяқшасы. Осылай видеодағыдай қамырды айналдырып аламыз. Қатты қызып тұрған майда осылай видеодағыдай шпажкамызды айналдыра отыра қамырды пісіреміз. Екінші қолмен, лопаткамен немесе қасықтың көмегімен қамырымыз ашылып кетпеу үшін осылай кішкене басып тұрамыз. Хворостты 1-2 минутта пісіріп аламыз. Осындай түрде уже лопатканы жіберуге болады. Одан соң аударып 1 минуттай пісіреміз. Екінші жағы тез піседі. Енді екінші формадағы, немесе екінші варианттағы хворостты көрсететін боламын. Онда да қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз, осылай ұзынша кесеміз. Осылай ұзынша кесіп болған соң, тағы да тіктөртбұрышты формасына осылай кесіп аламыз. Және видеодағыдай ортасынан қамырымызды басып аламыз. Сонда бабочка тәріздес форма шығады. Енді бұл вариант өте оңай. Қызып тұрған майда екі жақ бетін қамырымызды 1 минуттай пісіріп аламыз. Үшінші варианттағы хворостымыз. Бұнда да қамырымызды жұқа қылып жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, ұзынша кесіп алып, ромбик тәріздес формасына келтіреміз. Ромбиктің ортасын тесіп, ромбиктің бір шетін астынан өткізіп, астынан тартып аламыз. Бізде осындай хворост шықты. Тағы да мінеке видеода көрсетемін. Осындай әдемі фигура шықты. Енді осы қамырымызды майға екі жақ бетін пісіріп аламыз.
Ал достар, бізде осындай әдемі, жұмсақ, өте тәтті хворостарымыз дайын болды. Үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады, немесе сгущенканы құюға болады, немесе шоколадты крошканы да сепсеңіздер болады. Өте тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт өте оңай, мерекелік үстелдің сәні болады деп есептеймін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара, ас болсын.